Байлық пен кедейлік туралы бір мысал әңгіме бар, соны айтып берейін. Күздің бір осындай суық күндерінің бірінде бір жігіт остановкада тоңып, арақ ішіп, қайыр тілеп отырады. Оны бір ауқатты адам көреді да, барып әңгімелесіп, сосын жағдайын білгеннен кейін, мен саған бауырым көмектесейін. Менде көп газельдер бар. Сол бір газельді саған берейін. Ақша бергенше сол газеліңмен сен жұмыс істерсің, сонымен ақша табарсың. Содан кейін көктемге қарай, егер жақсы жұмыс істесең, тағы да бір газель аларсың, басқа адамдарды жалдап, сөйтіп транспортный компания сияқты үлкейіп кетерсің деп, соған газелін береді. Анау жігіт оны қабыл алады. Сонымен анау жігіт газельмен жұмыс істей бастайды біраз. Газельмен жұмыс істейді, жағдайы кішкене жақсарып, бірақ тапқан таянғанның барлығын ұстай береді. Сөйтіп жүрген кезде газельдің ана жер сынады, мына жер сынады, бензин көп керек болады. Сонымен ана жігіт ойлана келе, мынау газельді сатайын, одан да расход аз, бір мотоцикл сатып алайын деп сөйтеді. Сонымен газель сатып жібертеді да мотоцикл алады. Қалған ақшасына шалқып өмір сүре береді. Күндердің бір жүрген кезде жаңа мотоциклден де проблемалар шығып, оған да бензин керек, анау расход керек, мынау расход керек дегеннен кейін, осы мотоциклді де сатайын, одан да мен велосипедпен ақша табамын ғой деп, мотоциклін сатып, велосипед алып, доставкамен жұмыс істей береді. Сөйтіп жүрген кезде қыс келеді. Қыс келгеннен кейін қыс белгілі енді. Жаңағы велосипед жүрілмейді, тапсырыстың бәрі тоқтайды. Сонымен анау жігіт алады да, тапқан таянғанның бәрін жеп тастаған. Доставкада ешқандай ақша жоқ. Бұрынғы қалпына қайтадан түседі ғой. Ішіп жеп, бұрынғы арағын ішіп, сонымен қайыршылыққа қайта түседі бұрынғы орнына. Бір күні кел жатып, жаңағы алдына көмектескен бай анау жігітті көріп қалады. Бірақ бұл жолы ол оған бұрылып та қарамайды да. Өйткені ол бұл жолы өзіне нақты біледі. Байлық деген ол ақшада емес. Байлық ол адамның шешіміне байланысты екенін бірден түсінеді. Сонда байлық деген жалпы ақшада емес, адамның шешімінде болып тұр ғой. Мысалы, бір адамға қанша миллиондап ақша берсең де, ол өзінің дұрыс емес шешім арқылы, мысалы шешімдер дұрыс қабылдамаса, мысалы керексіз заттардың барлығын сатып ала берсе, ол бәрібір де қанша ақша болса да оны жаратып жетеді.